Өміріңізді өзгертетін 7 әдет. Адам баласы белгілі бір әдет қалыптастырса, ол өмірінің бір бөлігіне айналады. Ендеше, өміріңізді өзгертуге септігін тигізетін жаттығуларды ұсынамын. Бірінші, суды көбірек ішіңіз. Дұрыс қызмет көрсету үшін денемізге су аса қажет. Ересек адам күніне 2 литр су ішу керек. Және де су ішкенде отырып ішкен абзалырақ. Екінші, ішіп жатқан сусыныңыздың пайдасын ойлаңыз. Бұл сусын маған пайдалы ма? Деген сияқты сұрақты өз-өзіңізге қойыңыз. Көбіне біз энергетикалық, тәтті сусындарға немесе алкогольге құмармыз. Оның орнына кәдімгі су немесе көк шай ішіп әдеттеніңіз. Бұның ағзаға берер пайдасы зор болмақ. Үшінші, теледидар алдында, көлікте, жұмыс үстелінде, компьютерге қарап отырып, тамақ жеуді доғаратын уақыт келді. Бұндай кезде сіздің барлық назарыңыз тамаққа аумайды. Сондықтан аузыңызға не салып жатқаныңызды ойлай бермейсіз. Өз-өзіңізден жеп отырған тамағым ағзама пайдалы ма деп сұраңыз. Тамақты ауызға салған соң 20 рет шайнап барып жұтқан жөн. Төртінші, ұйқыңыз қанық болсын. Дұрыс ұйқы денсаулығыңызға үлкен пайда келеді. Бесінші, өзіңізді жақсы көріңіз. Әр адам сүйікті, бақытты болуға әбден лайықты. Айнаның алдына барып, мен қандай әдемімін, мен қандай ақылдымын, мен қандай кереметпін деп қайталап жүріңіз. Алтыншы, тіс щеткасын ауыстырыңыз. Қарапайым кеңес болып көрінсе де, бұл өте маңызды әрекет. Әр 3 ай сайын тіс щеткасын міндетті түрде өзгерту керек. Бұл сізге зиянды бактериялардың көбеюін болдырмайды. Жетінші, қарапайым жаттығулар жасап жүріңіз. Баспалдақпен жүріңіз. Жуынатын бөлмеде 20 рет отырып тұрыңыз. Түскі үзіліс кезінде орныңыздан тұрып жүріп келіңіз. Жұмыстан келген соң жата кетпей 25 рет отырып тұрыңыз. Тамақ дайындап жатып, үй жинап жүріп белеңіз және тағы басқа. Пайдалы кеңес ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, осы видеоның сілтемесін достарыңызға, подругаларыңызға жіберуіңізді өтінемін.